Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 3-ші сынып математика пәні 33-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы 7 санына көбейту және бөлу кестесі. Сынып ұжымы. Бүгін сендер 7-ге көбейту мен бөлу кестесін құруды және қолдануды үйренетін боласыңдар. Видео пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Егер видео ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бірінші есеп, біздің сынып бүгін дәлізде кезекшілік атқарды. Олар бір-бірінен аралары 7 қадам болатындай қатарға тұрды. 7-ден сана. Әр қатарды 7-ге қоса отырып санаймыз. Міне. 7 жердегі бірім 7, 7 жердегі 2-ім 14, 7 жердегі 3-ім 21, 7 жердегі 4-ім 28, 7 жердегі 5-ім 35, 7 жердегі 6-ым 42, 7 жердегі 7-ім 49, 7 жердегі 8-ім 56, 7 жердегі 9-ым 63, 7 жердегі 10-ым 70. Міне осылай санаймыз. 7-ге көбейту және бөлу кестесін құрастырып, 4 бағанға жаз. 4 баған берілген, осыны жазуымыз қажет. Біз неге 7-ден 7 көбейту 7 жағдайынан бастап жазылады? Себебі біз 7 жердегі 6 дегенді 7 көбейту 6 деген есепті біз 6-ның көбейтуінде өттік. 6 санын көбейткен кезде бізде 42 шығады деп өткенбіз. Сондықтан бізге таныс емес, бұл бізде 7 көбейту 7-ден бастаймыз. 7-ні 7-ге көбейтеміз 49, 7-ні 8-ге көбейтеміз 56, 7-ні 9-ға көбейтеміз 63. Бұл жерде де орын ауысып берілген, мына бірінші бағанға қарап есепті шығара береміз. Орын ауысып берілген 8 жердегі 7-ім, демек бізде 56 шығады. 49-ды 7-ге бөлген кезде міне мына есепте кездесіп тұр. Кері есептер бөлу арқылы тексеріп жатырық десек те болады. 49-ды 7-ге бөлеміз 7. Мына көбейту кестесін, бірінші бағандағы көбейту кестесін жақсылап жаттап алсақ, 4 бағандағы есепті жылдам шығаратын боламыз. Екінші есеп. Екінші есеп, қай жағдайда есептеме салыстыруға болатынын достарыңмен талда. Енді біз 3-ті 7-ге көбейтеміз, 7-ні 3-ге көбейтеміз. Енді бұл жерде көбейткіштердің орнын ауыстырып берілген. Міне, көбейткіштердің орнын ауыстырып берілген. Бұдан шығатын қорытынды көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтінінің мәні өзгермейді. Демек, бұл жерде тең болады деген сөз. Ал келесінде 8 үлкен сан, сондықтан үлкен жағын белгілейміз. Келесінде 3 көбейту 7 қосылған 24, 7 көбейтілген 3 қосылған 73 деп тұр. Әрине, белгілеп шығамыз үлкен жағын. Келесінде де үлкен жағын белгілеп шығамыз. Бұл жерде 3-ті 6-ға қосамыз 9 болады. 7-ге көбейтеміз. Бұл жерде 63 шығады. Ал мұнда аз сан болғандықтан бізде үлкен жағын белгілейміз. Келесінде де дәл осылай үлкен жағын белгілеп шығамыз. Өйткені сандарға назар аударамыз. Бұл жерде жақшадағы амал орындалады. 2-ні 3-ге көбейтсеңдер 6 болады. 6-ға 7-ні қосасыңдар, ал мұнда 9-ға 3-ті көбейтесіңдер. Сондықтан үлкен жағын осылай белгілеп шығамыз. Үшінші есеп, кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Бір жәшіктің массасы, жәшіктің саны, жалпы массасы. Бұл формуланы кеше біз өткенбіз, сондықтан соған байланысты есепті шығарып жатырмыз. Жәшіктің саны 6, жалпы массасы 18 килограмм дейді. Енді біз бір жәшікте неше килограмм бар екенін табуымыз қажет. Ол үшін жалпы массаны санына бөлеміз. Жалпы масса 18, 18-ді 6-ға бөлеміз, сол кезде бізде 3 шығады. Демек, бір жәшіктің массасы 3 килограммға тең деген сөз. Келесінде бір жәшіктің массасы 6 килограмм. Жәшіктің саны 6,
жалпы массасын табуымыз қажет. Жалпы массасын табу үшін массаға санын көбейтеміз. 6-ны 7-ге көбейтеміз. Сол кезде 42 болады. Жалпы барлығы 42 килограмм алма жиналды деген сөз. Бұл жерде 42 болады. Келесісінде бір жәшіктің массасы 9 килограмм. Саны белгісіз, бірақ жалпы массасы 54. Енді біз санын табу үшін жалпы массаға бөлеміз. 54-ті 9-ға бөлеміз. 6 шығады. 54 килограмм алма 6 жәшікке теңдей бөлініп салынды деген сөз. Бұл жерде 6 болады. Келесісінде жәшіктің массасы белгісіз, жәшіктің саны 6, жалпы массасы 42 килограмм. Енді массаны табу үшін жалпы массаны санына бөлеміз. Сонда 42-ні 6-ға бөлеміз, 7 шығады. Бір жәшікте 7 килограмм алма бар деген сөз. Міне осылай шығарамыз. Келесі жалғасы есептің тапсырмасы. Алмұрт 6 килограммнан 7 дана, алма 8 килограммнан 6 дана деп тұр. Енді біз жалпы массасын табуымыз қажет. Ол үшін жалпы массаны табу үшін массаны санына көбейтеміз. 6-ны 7-ге көбейтеміз, 42 болады. Алмұрттың жалпы массасы 42 килограмм. Алманы табу үшін, жалпы массасын табу үшін массаны санына көбейтеміз. 8-ді 6-ға көбейтеміз, 42 болады. Алманың жалпы массасы 42 болады. Және мұнда сызба берілген. Міне мұнда сызба берілген. Мұна сызба, бұл барлығы деген сөз. Барлығы. Бірінші біз алманыңкін тауып алдық. Алмұрттыңкы біз 42 килограмм дедік массасы. Ал алманыңкін 48 килограмм дедік. Енді мұны барлығын табу үшін біз қосамыз. 42-ге 48-ді қосамыз, 90 болады. Барлығы 90 килограмм жеміс жиналды. Келесі тапсырмасы, Б тапсырмасы, есептің қысқаша жазылуын толықтырып, оны шығар дейді. Өрек 9 килограммнан біз өзіміз қанша жәшік алдық, соны жазамыз. Мен қазір сендерге көрсетейін. Мен қазір 4 деп аламын. 4 жәшік, шабдалы 8 килограммнан 5 жәшік. Сендер де кез келген санды қойсаңдар болады. Бізде демек барлығын неше килограмм екен табамыз. Ол үшін бір жәшікте 9 килограмм болса, 4 жәшікті табу үшін 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36 килограмм. Демек, өрік 36 килограмм деген сөз. Шабдалыны табу үшін бір жәшікте 8 килограммнан болса, 5 жәшікті табу үшін 8-ді 5-ке көбейтеміз, 40 болады. Демек, шабдалы 40 килограмм. Барлығын табу үшін 36-ға 40-ты қосамыз, сонда 76 килограмм болады. Барлығы 76 килограмм жеміс жиналды. Төртінші есеп, сурет пен кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Суретте дәптер берілген және қорап берілген. Енді 5 дәптер 40 теңге болды дейді. Енді бағасын табуымыз қажет. Сендер 40 теңгеге 5 дәптер алдыңдар. Енді дәптердің бағасын білу үшін құнын санына бөлеміз. Сонда 40-ты 5-ке бөлген кезде 8 болады. Демек, бір дәптерді сендер 8 теңгеге алдыңдар. Енді келесі 56 теңгеге неше дәптер деп тұр бұл жерде. Неше дәптерді 56 теңгеге алды. Дәптер 7 теңгеден болса, дәптер 8 теңгеден болса, 56-ны 8-ге бөлеміз, сонда 7 болады. Мұнда 7 дәптер бар деген сөз. Бесінші есеп, 5 дәптер үшін 35 теңге төленді. Осындай 8 дәптер қанша тұрады? Кестедегі есепке қара, есеп
сұрақтарына жауап беру үшін нені білу керектігін түсіндір. Бір дәптердің бағасын қалай білеміз? Бір дәптердің бағасын біле отырып, сондай 8 дәптердің құнын тап дейді. Енді дәптердің бағалары бірдей. Енді біз бірінші бір дәптердің бағасын білуіміз қажет. 35 теңгеге 5 дәптер алса, енді бағасын білу үшін құнын санына бөлеміз. 35-ті 5-ке бөлеміз, 7 болады. Демек, бір дәптердің құны 7 теңге болды деген сөз. Енді 8 дәптерге неше теңге төлейтінімізді табу үшін 8-ді 7-ге көбейтеміз, сонда 56 шығады. Мұнда 56 болады. Сегіз дәптерге 56 теңге төледіңдер. Келесі 6-шы есеп. Төмендегі А және Ә есептерінің берілуін салыстыр. Ә кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Саны бірдей дейді. Бұл есепті біз ауызша шығарамыз. Саны бірдей. Сендер дәптер алдыңдар. Дәптерге 56 теңге төлетіңдер. 7 дәптерге 56 теңге төлетіңдер. Енді дәптердің бағасын білу үшін 36-ны 7-ге бөлеміз. Сонда бізде 8 шығады. Демек, дәптердің бағасы бізде 8 теңге деген сөз. Енді дәптер 8 теңге болса, 6 дәптерге неше теңге төлейміз? 8-ді 6-ға көбейтеміз, сонда 48 болады. Енді келесі есепті шарт құрып шығарамыз. Ә есебін, Ә тапсырмасын, бір қораптың массасын білуіміз қажет, бірақ бірдей саны 7 дана, жалпы массасы 56 килограмм дейді. Жалпы массасы белгілі болса, бір қораптың массасын табу үшін жалпы массаны санына бөлеміз. 56-ны 7-ге бөлеміз, 8 болады. Бір жәшіктің массасы мұнда 8 болады. Түсінікті болу үшін жазып қойып жатырмын. Енді бір қораптың массасы 8 килограмм болса, саны 6 дана. Әр қорапта 8 килограммнан жалпы массасы неше килограмм болды. Оны табу үшін массаны санына көбейтеміз. 8-ді 6-ға көбейтеміз, 48 шықты. 6 жәшіктің массасы 48 килограммға тең. 7-ші есеп, өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Бұл жерде назар аударасыңдар, бұл жерде қосу және азайту берілген. Демек, біз қосып және азайтып есепті шығаруымыз қажет. Бұл жерде 4 есеп берілген, біз 8 есеп шығарамыз. Демек, 7-ні 7-ге көбейтеміз, 5-ті 3-ге көбейтеміз. 7-ні 7-ге көбейтеміз және 5-ті 3-ге көбейтеміз. 7-ні 7-ге көбейтіп, азайту амалымен орындап шығамыз. Азайту, қосу. Міне мұнда 7 көбейту 7, азайтылған 5 көбейту 3. 7 көбейту 7, қосылған 5 көбейту 3. Дәл осылай шығарамыз. Сонда 8 есеп шығарамыз. Бірінші азайтып аламыз, азайту амалымен орындаймыз. Екінші қосу амалымен орындаймыз. Бірінші азайту амалы, екінші қосу амалы. 7-ні 7-ге көбейтеміз, 49 шығады. 5-ті 3-ге көбейтеміз, 15 шығады. 49-дан 15-ті азайтқан кезде 34 шығады. Келесінде 7-ні 7-ге көбейтеміз, 49. 5-ті 3-ге көбейтеміз, 15. Енді қосу амалын қоямыз. 49-ға 15-ті қосқан кезде 64 шығады. Міне осылай ретімен орындап шығамыз. Сонда бізде 8 есеп шығады. Бұл тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тапсырма 8-ші есеп, өрнектердің мәнін есептеп, жауабын сандықтан тап дейді. Осы есептерді шығарып, сандықтағы жауаптарын және жазуымыз қажет. Бірінші бөлу амалы орындалады. 21-ді 3-ке бөлеміз және де 63-тен 3-ті азайтамыз. Сонда мәні 60 шығады. Демек, мұндағы 60-ты таптық деген сөз. Келесіне де бөлу амалы орындалады. 8-ті 2-ке бөлеміз, 4 болады. 48-ден 4-ті азайтқан кезде 44 шығады. 44. Міне.
Келесінде де жақшаны орындаймыз және оны 7-ге бөлеміз. Сонда бізде 8 шығады. Міне 8-ді таптық. Келесінде жақша орындалады. 7, 7-ні 7-ге көбейтеміз. Сонда бізде 49 шығады. Міне 49-ды таптық. Міне осылай есепті шығарамыз. Астында қалай жазылуы керек көрсетіп қойғанмын. Осылай жазсаңдар болады. Немесе мен сияқты бірден мән жазсаңдар болады. Бұлай мән жазсаңдар да болады және амалдың орындалу ретімен жазсаңдар да болады. Келесі есеп, бүгінгі соңғы есебіміз 7-ші есеп. Жарқын Ғалиядан біздің сыныпта неше қыз бар деп сұрады. Ғалия біраз ойланып, ең үлкен 2 таңбалы саннан дейді. Бізде ең үлкен 2 таңбалы сан, ол бізде 99. 2 саннан 8 2 рет жазылған санды азайттым дейді. Бізде 8 2 рет дейді, яғни 88. 99-дан 88-ді азайттым дейді. Шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды қосқанда біздің сыныптағы қыздардың саны шығады дейді. Сыныпта неше қыз бар дейді. Енді бізде ең үлкен санды жаздық және 88-ден азайттық, сонда 11 шықты. Енді біз ең кіші 2 таңбалы сан бізде 10 болып тұр. Демек, біз 11-ге 10-ды қосамыз, сонда бізде 21 шығады. Міне біздің сыныпта 21 қыз бар деген сөз. Міне осылай есептесеңдер болады. Бүгінгі сабағым сендерге ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.